$30.000. Қазір бұл ақшаға автосалоннан тәуір кроссовер алуға болады. Бірақ дәл осы сома ядролық арсенал тасып төгіріп жатқан алып елдің стратегиялық саласын салдауға жетіп артылды десем, сенесіз бе? Әлем көзге көрінбейтін шақтарға миллиардтарды шашып жатқанда, біз қазіргі соғыс тарихындағы ең масқара экономикалық соққының куәсі болып отырмыз. Тиын тұратын дрондар, миллиардтаған табыс әкелетін зауыттарда қалай өртеп жатыр? Ресейдің жер көкті бермейтін мақтаулы әуе қорғанысы неге мүлдем соқыр болып шықты? Биылғы жылды айына 3000 дронмен бастаған Киев, қалайша ай сайын ақылға қонымсыз рекордтар жаңартып жатыр. Тіпті осы айдың өзінде қаңтармен салыстырғанда 3 есе көп дронмен шабуыл жасағаны қалай? Вашингтонның тыйымдарын пысқырмай, Лукашенкоға тікелей әскери ультиматум қоятын Зеленский қашаннан бері жалмушыдан қатыгез ойыншыға айналып үлгерді. Бұл шығарылымда біз аяусыз асимметриялық соғыстың анатомиясын жіліктеп береміз. Киев қауіпсіз тыл деген ұғымды қалай жоққа шығарған және географияны өз жауына қарсы жұмыс істеуге қалай мәжбүрлегенін көрсетеміз. Шайларыңызды қамдап, жайғасып отырыңыздар. Біз бастаймыз. Жақында ғана жағдайдың қандай болғаны естеріңізде ме? Европа астаналарын аралаған бітпейтін турне, батыс саясаткерлерінің мірміжан түрлері кулуардағы ұзақ жалыныш. Бізге алысқа шатын зымырандар беріңіздерші, бірақ Ресей аумағын атпауға ант етеміз. Авиация беріңіздерші, эскалация тудырмауға уәде береміз. 2022-2023 жылдары Киев әр қадамын батыстағы серіктестермен келісіп отырды. Олар амалсыздан тек қорғаныс соғысын жүргізді. Ат жолы қызыл сызықтардан аттап кетуден өлердей қорықты. Өйткені Брюссель мен Вашингтонның бүкіл стратегиясы эскалацияны аса сақтықпен басқаруға құрылған болатын. Украинаның тірі қалуына көмектесу, бірақ Құдай сақтасын, Мәскеудің шамына тиіп кетпеу. Батыс қаруынсыз қалудан қорыққан Киев олардың айтқанымен жүріп, солардың ережесімен соғысуға мәжбүр болды. Бірақ қазір жағдай түбегейлі өзгерді. Мұны біз лаулап жанып жатқан ресейлік мұнай өңдеу зауыттарының фонында өте анық көріп отырмыз. Украина дәл қазір өз тәжірибесіне сүйеніп, әлемдік әскери доктринаны басынан жазып шығуда. Украиндік дрондар нағыз ғажайыптар жасап жатыр. Зеленскийдің бойына тастай сенімділікті ұялатқанда дәл осы нәрсе. Ал ескі қалыптың күл-талқанын шығарған ең жабайы прецедент жақында ғана көз алдымызда болды. Зеленский ешкім күтпеген жерден Александр Лукашенкоға тікелей бұрын-соңды болмаған ультиматум қойды. Бұл ультиматумның мәтіні тура беттен тартып жібергенде естіледі. Не бір апта ішінде шекарадағы дрондарға арналған ретрансляторларыңызды құртасыздар, не оларды өзіміз жоямыз. Тура сіздердің аумақтарыңызда. Өзгерістің масштабын сезіп отырсыз ба? Кеше ғана Украина Беларусь армиясы соғысқа толыққанда араласады деп үрейленіп, солтүстіктегі көршісінің шамына тимеу үшін қолдан келгеннің бәрін істеген еді. Ал бүгін Зеленский эскалация батырмасына қолын өзі қойып, көзіне тік қарап, ал кәне, тәуекел етіп көріңіздер деп отыр. Ең қызығы, бұл жұмыс істейді. Ретрансляторлар кілт сөнді. Минск үн-түнсіз кер шегінді. Неге екен білесіз бе? Өйткені Александр Григорьевич өзін өз сақтау инстинктісі өте мықты дамыған саясаткер. Ол желдің қай жақтан соқтырғанын гендік деңгейде сезетін, талайды көрген нағыз саяси қасқырдың өзі. Ол картадан Беларусьқа қай жақтан шабуыл дайындалғанын таң атқанша көрсете беруі мүмкін. Бірақ ол нақты, дөрекі күштің тілін, кез келген дипломатиялық француз тілінен жақсы түсінеді. Лукашенко Киевтің мұздай сенімділігіне лаулап жанып жатқан ресейлік зауыттарға қарады да, бір ғана қарапайым шындық тоқты. Мына жігіттер енді босқа доқ көрсетіп тұрған жоқ. Олар шынымен ұрады. Сөйтті де батька ақылға салып тізгінді тартты. Батыстан жылдар бойы қымбат ұшақтар сұрап жалынудың, немесе үлкен ресейлік армияны классикалық бетпе-бет соғыста жеңуге тырысудың орнына Украина мүлдем басқа стратегияны таңдады. Киев қауіпсіз тыл деген ұғымның өзін жоққа шығарды. Қаншалықты парадоксалды естілсе де, кезінде Наполеон мен Гитлердің армияларына қарсы бұзылмас қалқан болған Ресейдің ұлан-ғайыр аумағы бүгінде оның басты осал тұсына айналды. Себебі қарсыласында мыңдаған арзан әрі алысқа ұшатын дрон болған кезде, осынау шексіз далада шашырай орналасқан әрбір мұнай базасы мен әрбір зауытты әуе қорғанысының қалқанымен жауып шығу физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Осынт аналитиктердің есептеуімен ISW және ISS сияқты батыстық әскери институттардың мәліметтеріне сүйенсек, украиндік дрондардың соққы беру аймағында 400-ге жуық стратегиялық нысан бар. Бұл қазір үнемі соққы тиіп жатқан шекарадан 1000-1500 шақырым радиустағы сол баяғы критикалық инфрақұрылымдар. Тым құрғанда, осындай бір нүктені, мәселен Рязань мөзін сенімді қорғап, аспанды 24/7 жабық ұстау үшін зауыт айналасына Панцер немесе Тор сияқты жақын радиустағы кем дегенде 2-ден 3-ге дейін кешен қою керек. Бұл олардың бір-бірінің өлі аймақтарын жауып, қайта оқталып үлгеру үшін қажет.
Қарапайым математикаға салсақ, Ресейге тек өзінің терең тылын қорғау үшін шамамен 600 жақын қашықтықтағы әуе қорғанысы жүйесі қажет болады. Қалай ойлайсыз, Ресейдің қорғаныс министрлігінің қоймасында осыншама армада бар ма? Спойлер, мұншама артық әуе қорғанысы кешені ресейлік генералдардың ең тәтті түстерінде де жоқ. Сарапшылардың ең оптимистік бағалауы бойынша, қазір Ресейдің қатарында шамамен 150 панцер мен 130 тор ғана бар. Яғни жалпы саны 300-ге де жетпейтін машина. Бұл тылды қорғауға қажетті минимумнан тура 2 есе аз. Бірақ кәптің бәрі мынада. Тіпті осы машиналардың өзі зауыттарды қорғап тұрған жоқ. Бұл парктың шамамен 70-80% майдан шебіне тас кенедей жабысқан. Онда олар оқ-қағардың рөлін атқарып, әлгі мақтан тұтатын С-400 кешендерін Хаймарс зымырандарының соққысынан қорғап жүр. Ал соңғы айларда бұл тапшылық сүйіктен өте бастады. Бұл қатты аязда тым қысқа балалар көрпесін жамылуға тырысқанмен тең. Майданды жабам деп көрпені басына тартсаң, терең тылдағы мұнай базаларын үсіп қалады. Соғысты зерттеу институтының мәліметінше, ресейлік билік қазірдің өзінде дүрбелеңге түсіп, майдан маңындағы аймақтардың есебінен Мәскеудің қорғанысын күшейтуге тырысып, панцерлерді тура мағынасында елордаға сүйреп әкеліп жатыр. Соғыс созылған сайын, бұл тапшылық барған сайын қаттырақ сезілетін болады. Бұған неге соншалықты сенімдімін? Батыс барлау қызметтерінің сандарына қараңызшы. Британиялық Janes агенттігі мен The Wall Street Journal адам нанғысыз статистиканы келтіріп отыр. Егер өткен жылдың мамыр айында Ресей айына шамамен 2500 дронды тіркесе, 2026 жылдың мамырында бұл көрсеткіш барлық шектен асып түсті. 9000-ға жуық ұшқышсыз аппарат. Мына масштабты бір сәт елестетіп көріңізші. Украиндік әскери өнеркәсіп кешені қазір отырыста, басында үнсіз отырған, бірақ кенеттен диджейдің пультіне қол жетіп, музыканың басын барынша қосып, нағыз рахатқа батқан момақан жігітті еске салады. Олар қазірдің өзінде тарихи рекордтар орнатып жатыр. Ресей қорғаныс министрлігі 26 маусымға қараған бір ғана түнде 660 украиндік дрон ұсталды және жойылды деп ресми мәлімдеп, мұны бүкіл соғыс кезіндегі ең ірі шабуыл деп атады. Ойлап қараңыз, бір түнде 660 дана. Және бұл тек атып түсірді деп есеп берілген дрондар ғана. Бірақ Кремль үшін ең қорқыныштысы олардың саны емес, тиімділігі болып отыр. Janes барлау деректері украиндік соққылардың қорқынышты дәрежеде дәл тиіп жатқанын көрсетеді. Биыл әуе қорғанысын бұзып өтіп, ресейлік инфрақұрылымға дөп тиген барлық сәтті соққылардың шамамен 35% дәл осы маусым айының еншісінде. Ақыры сандық көрсеткіш сапаға ұласты. Енді осы физикалық нұқсанды ең айқын мысал әлгі көп азап көрген ресейлік мөздер арқылы талдайық. Көптеген көрермендер голливудтық блокбастерлерді көріп алып, бұрын ұшып келгенде бәрі әдемі жарылып, үлкен зауыт жер бетінен жойылып кетеді деп ойлайды. Шын мәнінде олай емес. Мөз бұл албаумақ, бетон бункерлер және кезінде КСРО тұсында ядролық соғыстан аман қалу үшін салынған қалың құбырлар. 50 келі жарылғышы бар дрон мұндай мақұлық үшін жай ғана маса шаққанмен тең. Бірақ кәп мынада, украиндік операторлар бетонды көздемейді. Олар нағыз нейрохирургтер сияқты жұмыс істейді. Ұшқышсыз аппараттарды зауыттың ең осал және критикалық маңызды жалғыз нүктесіне, мұнайды бастапқы өңдеу қондырғысына бағыттайды. Дөрекілеп айтқанда бұл зауыттың соғыттырған жүрегі. Шикі мұнай дәл осы алтын марада бензин, керосин және мазут болып бөлінеді. Осы жүректі жұлып алсаң бітті. Бүкіл алып бетон организм сол сәтте комаға түседі. Зауыт ешкімге керек емес құбырлардың алып қоймасына айнала салады. Ал оны қалпына келтіру оңай шаруа емес. Өйткені ректификациялық бағана көк изолентамен орап, кілтпен ұрып жөндеп қоя салатын ас үйдегі сифон емес. Мұндай қондырғыны күрделі жөндеуден өткізу үшін орта есеппен 6 айдан 1 жылға дейін уақыт керек. Бірақ қазіргі Ресейдің жағдайында бұл мерзімді 2-ге көбейтсеңіз де болады. Өйткені іске батыстың санкциялары араласады. Мәселе мынада. Ақша тасып тұрған 2010 және 2010 жылдары ресейлік мұнай саласы жаппай жамартылды. Немен дейсіз ғой? Дұрыс айтасыз. Батыстың ең мықты жабдықтармен. Сорғыштар, күрделі компрессорлар, қолқа құрылған автоматика, клапандар. Мұның бәрі тұнық тұрған Siemens, Honeywell және басқа да америкалық немесе еуропалық брендтер. Соғысқа дейін бәрі оңай еді. Клапан сынып қалса, зауыт Германиядағы өндірушіге қоңырау шалады. Ал 2 аптадан кейін су жаңа бөлшек орнында тұрады. Ал қазір бұл қалай жұмыс істейді? Ресми түрде саған ешкім бір брандыда сатпайды. Нағыз логистикалық тозақ басталады. Дрон соққысынан кейін өртеніп кеткен қондырғыны қалпына келтіру үшін ресейлік компаниялар бұл бөлшектерді күмәнді делдал фирмалар тізбегі арқылы іздеп, 3 шекарадан сұр импортпен сүйреп әкелуге мәжбүр. Нәтижесінде бұрын 1 миллион тұратын темір енді 3 миллионға түседі, ал 2 аптаның орнына жарты жыл жүреді. Ал егер амалсыздан оны қытайлық аналогтармен алмастыруға тырыссаң, олар батыстың софтмен мүлдем тіл табыса алмайды.
Ресейлік мөздерге жасалған соққылар жай ғана пиар акция емес, суық ақымен математикалық дәлдікпен құрылған стратегия екенін түсіну үшін сандарға көз жібертейікші. Соңғы айларда ұшқышсыз аппараттардың соққысына ұшыраған 5 негізгі мұнай өңдеу зауытын алайық. Олардың әрқайсының 3 айдан 6 айға дейін тоқтап қалуы ресейлік бюджет үшін орасан зор жоғалған пайда деген сөз. Ал енді ең тәтті жеріне көшейік. Осындай локальды өнеркәсіптік ақырзаманды ұйымдастыру Украинаға қаншаға түседі деп ойлайсыз? Алысқа ұшатын украиндік ұшқышсыз аппараттың орташа құны шамамен $30,000. Сіз орында ескерту жасауыңыз мүмкін. Дрон жалғыз ұшпайды ғой, олар үйірмен ұшады және әуе қорғанысы олардың көбін атып түсіреді. Бәрі дұрыс. Адал есептейік. Айталық, Киев 20 дрон ұшырады. Мәселенің құны шамамен $600,000. Ресейлік панцерлер күнбат зымырандарын жағып, оның 19-ын атып түсіреді. Қағаз жүзінде әуе қорғанысының таза жеңісі. Бірақ бұзып өткен жалғыз дрон зауыттың қақ жүрегіне барып қадалады. Қорытынды. Украина 600,000 жұмсады, Ресей қорғанып қалды. Бірақ бәрібір жөндеу жұмыстарына $10 миллион есебін алды, және зауыттың тұрып қалуына байланысты $100 миллион таза табысынан қағылды. Мен енді аса мықты математик емеспін, бірақ атып түсірген аппараттарды есепке алғанның өзінде мұндай рентабелділік кез келген стратегтің арманы, өзін-өзі ақтауы ғарыштық деңгейде. Сонымен қорытындылайық. Бұл сандармен жанып жатқан зауыттарға қарап, Украина дәл қазір соғыста жеңіп жатыр деп айта алмаймыз. Майдан шебіндегі жағдай өте ауыр күйде қалып отыр, ал бұл қажытатын соғыс орасан зор ресурстарды жалмауда. Бірақ дәл сол сияқты, бұл соғыста Ресей жеңіп жатыр деп те айта алмайсыз. Бұл дрон компаниясының басты қорытындысы мүлдем басқа нәрседе жатыр. Украина осыдан 1-2 жыл бұрын мүлдем мүмкін емес болып көрінген дүниені істей алды. Ол соғысты өз жерінен қарсыласының алмағына көшіре білді. Қауіпсіз терең тыл тұжырымдамасы бір жола күйреді. Соғыс ресейлік аймақ тұрғындары үшін кешкі жаңалықтардағы жай ғана сурет болудан қалды. Ол тура мағынасында олардың мұнай базаларына, аэродромдар мен зауыттарына ұшып келді. Және бұл тектоникалық, психологиялық әрі экономикалық өзгеріс. Осы геосаяси шахмат партиясындағы ойын ережелерін мәңгілікке өзгертті. Ал сіз қалай ойлайсыз? Асимметриялық соққылардың бұл стратегиясы түбінде неге әкеліп соғады? Өз ойларыңызды пікірге жазыңыздар. Біз үшін мәселеге түрлі қырынан қарау өте маңызды. Және әрине, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге күрделі дүниелерді қарапайым тілмен түсіндіруге көмектеседі. Көргендеріңізге рахмет. Келесі шығарылымда кездескенше.